Мен есімім Ертай Ерас, мен Қазпошта жедел қызметкермін. Жүріңіздер, сізді Қазпошта жедел ғимаратымен таныстырып кетейін. Мынау екінші қабат. Бізде Қазпошта жедел инфрақұрылымына жауап беретін администраторлар және жалпы сетке жауап беретін кісілер осы жақта отырады. Жүріңіздер, ары қарай көрейік. Мынау үшінші қабат. Бұл жақта бізде аналитиктер отырады. Жалпы проектті қалай не жүру керек, қалай болу керек, осының барлығын шешетін ол кісілер осы жақта отырады. Сонымен қатар біздің басқарма да осы қабатта орналасқан. Жүріңіздер, ары қарай көрейік, не бар екен. Мынау төртінші қабат. Бұл жақта серверға жауап береді кісілер. Сонымен қатар жаңағы ПЦ дейді, басқа да системаларға жауап беретін командалар осы жақта отырады. Ал енді жүріңіздер беске. Сервисқа жауап беретін кісілермен танысайық. Мынау бесінші қабат. Бұл жерде бүкіл системалардың жүрегі, барлық сервистарға жауап беретін осы жақта орналасады. Жүріңіздер, кабинетке барайық. Негізі Қазпоштаға мен осыдан 4 айдан аса бұрын келген болатын. Осы IT саласының ұстаздарының біреусі осы Қазпоштада жұмыс істеп, осы жаққа мен шақырған болатын. Осы Қазпоштаның жалпы IT саласындағы жағдайын көріп, қажеттілігін айтып, осы жаққа мен шақырған болатын. Негізі мен қол астымда 40 адамдай бар. Ол кісілер әртүрлі проекттерге және командаларға бөлінеді. Мысалы, сағат 3-ке дейін сол мәселелер шешілуі мүмкін. 3-тен ары қарай біз басқа жақтарға, мысалы, Алматы почтамт дейді, мысалы, немесе басқа да конвейерлік центр дейді, сол жақтарға барып, сол жақта бағдарлама қалай жұмыс істеп жатқанын көреміз, тексереміз, оны міндетті түрде. Бәрі істеп тұр, бәрі нормально. Барлық жақсы келіп тұр, иә? Ал жалпы немен бар ма, ақаулықтар бар ма системаның өзінде? Система жағынан ақау жоқ. Бізде постоянно 24-7 күн бізде техникалық жағынан көмек көрсетеміз. Бізге заявка келеді. Сетті тексеру, бұл жерде 3 база бар. 3 базадан автомат осында келеді, посылкалар. Бір күнде где-то 70-80 мыңдай посылка өңделеді. Бізде техникалық көмек көрсетеміз. Қазір, мысалы, Қазпоштаның дамытумен айналысамыз, құжаттарды сақтау, алу, әртүрлі, немесе әртүрлі аудиторлық жұмыстарға жеңілдіктер жасау деген сияқты, сондай әртүрлі проекттер бар. Біз олардың түгелін ойластырудамыз. Мысалы түрде сіздердің жеке өзіңіздің малуматтарыңызды, мысалы, сіз Post.kz деген сайтқа кіретін болсаңыз, мысалы, сіздің өзіңіздің былайша айтқанда логиніңіз болады және құпия сөзіңіз болады, иә? Сол құпия сөзді, мысалы, сіздің атыңызбен басқа біреу кіріп кетпеу үшін біз оны қалай, мысалы, қорғай аламыз. Оны бізде, мысалы, мониторинг деген зат болады. Біз мониторинг арқылы сіздердің кіріп атқан, қайдан кім қалай кіріп атқанын бақылап отыра аламыз. Қазпошта интернет-экларинг қызметін ұсынады. Интернет-экларинг бұл онлайн төлемдер мен онлайн ақшаны карталарына енгізу. Экларингті біз сайтта немесе мобильді қосымшаларда онлайн төлемдерді қабылдай аламыз. Сонымен қоса Fundis деген қызметіміз бар. Бұл ақшаларды Қазақстан Республикасының екінші ұлттық банктеріне карталарына ақшаны енгізу деген қызмет. Біздің жеке кабинетіміз өте ыңғайлы. Және де кабинеттің ішінде өзіңіздің төлемдеріңізді қарай аласыз. Егер қайтарылымдар болса, сол кабинеттің ішінде жасай аласыз. Сатылымдардың динамикасын қарап, статистикасын көре аласыз. Біздің экларинг 1 минутта 100-ге дейін операцияларды қабылдай алады. Егер де біз байқап отырсақ, мысалы, сіз күнде бірінші тіркелген, мысалы, бір сотовый телефоннан немесе де басқа бір ортадан кіріп, сосын сол жақтан жұмыс істеп отырып, бір күні сізде, мысалы, 1 апта, 2 аптадан кейін басқа бір девайс дейді, мысалы, сондай пайда болса, мысалы, басқа ұялы телефон болса, кірген, біз оны бірден, мысалы, байқаймыз, бізде мониторингте ол шығады. Сол кезде біз, мысалы, қандай іс-шараларын қолданамыз? Біз сізге, мысалы, хабарлауы мүмкінбіз, немесе бір қызық болғанда, мүмкін біртүрлі бір істер жасалынып жатса, біз сіздің аккаунтыңызды толықтай, мысалы, жауып тастаймыз.
айтамыз, мына кісінің несінде мүмкін бір басқа біреу отырып, мысалы ақшасын немесе тауарларын ұрлауды ойластырып жатыр деген болуы мүмкін. Сол кезде бізде система мониторингі дейді, мониторинг бойынша біз тексереміз, қараймыз, сол жақта біз бақылап отырып жаңағындай сондай заттар шығарамыз. Негізі Қазпошта ол ерекше орын алады. Өйткені ол халыққа қызмет етеді. Осы Қазпоштаның дамуына атсалысу ең басты ой осы қазіргі бар жаңағындай технологияларды немесе бар бағдарламаны өзгерту және дамыту болып келеді.